Білім инновация лицейінің 2 оқушысы мобильдік қосымша ойлап тапты. Өнертапқыш жасөспірімдердің бұл жолғы жобасы жемқорлықтың алдын алып, қоғамдағы келеңсіздіктерді жоюға көмектеседі. Ассист қосымшасының көмегімен тұрғындарға қызмет көрсету сапасы артып, кері байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Мобильдік қосымшаға ассист деген атты берудің өзі тегін емес. Ағылшын тілінен аударғанда көмек деген мағынаны білдіреді. Кез келген тұрғын көзіне түскен келеңсіздікті немесе жемқорлық белгілерін байқаса, осы қосымшаға жазып қалдыра алады. Ол жерден тиісті органдар көріп шара қолданады. Мұндай идея өнертапқыш жастың бірі ауруханада емделіп жатқанда пайда болыпты. Шағым қалдыратын ескі шыны жәшікті көрген ол, оның заманауи электрондық үлгісін жасауды мақсат еткен. С помощью нашего приложения Біздің қосымшамыз арқылы әрбір адам кез келген қызмет көрсету саласында өзінің арыз, шағыммен немесе ұсынысын қалдыра алады. Мәселен, ауруханада науқасқа дұрыс назар аударылмаса, ол адам осы қосымшаға шағым қалдыруға болады. Ал ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі оның барлығын сараптап, бақылап отырады. Кенесары мен Шыңғыс бұған дейінде бір мобильдік қосымша ойлап тапқан. Қазір ол дайын. Емдел қосымшасын Play Market және App Store-дан көшіріп алуға болады. Өнертапқыш жастардың бұл қосымшасы арқылы адам өзіне алдын ала диагноз қоя алады. Ол үшін қосымшадағы бірнеше сұрақтарға жауап берсе болғаны. вот вы заходите в раздел диагностики. Міне, мына диагностика деген бөліміне кіресіздер, өзіңіздің ауырып тұрған дене мүшесін басасыз. Мұндағы қарапайым ғана сұрақтарға жауап бересіз. Бұл сұрақтар аурудың алғашқы белгілеріне қатысты. Осыдан кейін мобильдік қосымша сіздің диагностикаңызды көрсетеді. Сонымен қатар, қандай дәрігерге бару керек екенін айтып, қандай дәрі-дәрмек қабылдау керек екеніне кеңес береді. Покажет предполагаемый диагноз. Тапқыр жастардың ойлап тапқан мобильдік қосымшалары жемқорлықпен күресуді мақсат еткен ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі үшін қажетті құрал. Осы арқылы қоғамдағы кез келген келеңсіздіктің алдын алып, жемқорлықтың жолын кеседі. Сонымен қатар қоғамдық бақылау картасын жасауға мүмкіндік береді. Біздің жұмысымыз үшін өте қажетті. Себебі болашақта ол бізге жемқорлықпен күресуге, соның ішінде келеңсіздік оқиғалармен күресуге, мектепте ақша жинау фактілерімен күресуге жағдай жасайды. Біз өзіміз жас болсақ та, енді ғана мектеп бітіретін жастар үшін жағдай жасауымыз керек. Сондықтан біз олардың жұмысына қолдау көрсеткіміз келеді және ол біздің жұмыс үшін өте қажетті болып табылады. Шыңғыс пен Кенесарының кезекті мобильдік қосымшалары қазір пысықталу үстінде. Кем-кетіктерін толтырған соң инвесторларға ұсынылады. Кейін оны әдеттегідей Play Market немесе App Store-дан жүктеп алуға болады. Есенбек Санатұлы, Қанат Ахметжанов, Ертіс ақпарат.